Өз үйім, өлең төсегім. Бүгін 275 алматылық отбасыға Нұрлы жол бағдарламасы аясында пәтер кілттері тапсырылды. Жаңа баспанаға қол жеткізгендердің қатарында мемлекеттік қызметкерлер, әскери азаматтар мен әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар бар. Қоныс тойына қатысып келген тілшіміз Ұлан Нарымбектің материалына назар аударайық. Көп жылдан бері пәтер кезегінде тұрған отбасылардың қуанышында шек жоқ. Алматыдағы тұрғын үй кешенінің бірінен берілген пәтерлер таза әрленген күйінде тапсырылды. Дүние мүлкіңді әкеліп тұра беруге болады. Бағасы да қолжетімді. Алғашқы жарна төлеп қажеті жоқ. Пәтер сатып алу құқымен жалға беріліп отыр. Кезекте тұрған қалада 15 мыңнан астам азаматтарымыз бар. Егер соңғы жылдары тек қана 10% осы кезек бойынша пәтерді алатын болса, осы жылы Нұрлы жол бағдарламасының арқасында тұрғындардың 20% кезекте тұрған пәтер алатын болады. Алматы қаласының тұрғыны Гүлнұр Қожабаева 2008 жылдан бері кезекте тұрыпты. Бүгінгі күнге дейін жолдасы және 2 қызымен пәтер жалдап келген. Жақын күндері өз пәтеріне көшіп келетінін айтады. 2 бөлмелі пәтер алдық. Көп күтсек те қуаныштың ерте кеші жоқ дейді ғой. Сол үшін біз өте қуаныштымыз осындай қол жетімді баспана алып жатқанымызға. Әлеуметтік жалдамалы тұрғын үйді салу мен сатып алуға ұлттық қордан 2015 жылға арнап 92,5 миллиард теңге бөлінді. Наурыз айынан бері Қазақстан бойынша 4 мыңға жуық пәтер тапсырылды. Біздің пәтерлеріміз теңгемен, бағасы сондықтан курстың доллардың құны ешқандай әсер тигізіп жатқан жоқ қазіргі біздің беріп жатқан пәтерлерімізге. Айта кету керек, бұл жерде мысал үшін 50 шаршы метрлік 2 бөлмелі пәтерді алатын болсақ, бір жанұя кірсе, айына 56 мың төлейтін болады. Жалпы 5 жыл ішінде 1 миллион 483 мың шаршы метр жалдамалы тұрғын үй пайдалануға беріледі. Демек 29 мың отбасы баспаналы болады. Ұлан Нарымбек, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.